Халықаралық қатынас реттеледі. Сенаторлар құқық саласына қатысты жаңа заңды мақұлдады. Заң шығару жұмысын оңтайландыру, парламент жұмысындағы цифрландыру тетіктері талқыланды. Судың да сұрауы бар. 2,5 миллион адамды қамтамасыз етіп отырған су көзі ластанып жатыр. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды сөз етеміз. Армысыздар, бұл Сенат сөзі. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Сенаторлар күн тәртібіне шығарылған халықаралық шарттарды ратификациялады және мәдениет, экология, төтенше жағдайлар халықаралық қатынастарға қатысты депутаттық сауалдарын жолдады. Отырыс барысында депутаттар Қазақстан Республикасы мен Кипр Республикасы арасындағы ұстап беру жөніндегі шартты ратификациялау туралы және Қазақстан Республикасы мен Кипр Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау жөніндегі заңдарды қарап мақұлдады. Бұл заңдар екі мемлекеттің қылмысқа қарсы күрес саласындағы ынтымақтастығын көздейді. Мақұлданған заңдар құқық қорғау саласы бойынша Қазақстан мен Кипр Республикасы арасындағы ынтымақтастықты дамытуға арналған. Бұл келісімдер қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық шарттардың қатарына қосылады. Келісімнің ережелері ұстап берудің шарттары мен рәсімдерін, сондай-ақ азаматтарға құқықтық көмек көрсету мәселелерін реттейді. Алдағы уақытта осы заңдар екі елдің қылмысқа қарсы күрес жолындағы бірлескен қызметінің тиімділігін арттырады деп сенеміз. Ұстап беру туралы шартта іздеуде жүрген азаматтарды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін оларды Қазақстан мен Кипр арасында экстрадициялау мәселелері, сондай-ақ ұстап беруден бас тарту үшін міндетті және факультативтік негіздер реттеледі. Атап айтқанда, егер іздеуде жүрген адам тергеуде болса және осыған ұқсас қылмысы үшін осы мемлекеттің сот тәртібімен қудаланса, адамдарды ұстап беруден бас тартылуы мүмкін. Сонымен қатар қылмыстың ауырлығын ескере отырып, егде жас, денсаулық мәселесі немесе басқа да жағдайлар беруден бас тартуға негіз бола алады. Мысалы, бұл не үшін керек бізге? Яғни қандай да бір күдікті немесе айыпталушы Кипр мемлекеттің территориясында болса, біздің құқық қорғау органдары, біздің тергеушілер ол мемлекетке барып құқықтық іс жүргізе алмайды, тергеу жүргізе алмайды. Сол себепті бізге сол мемлекеттің құқықтық көмегі керек болады. Сондықтан уағдаласушы мемлекеттер арасында сұрау салу арқылы осы жаңағы айыпталушы немесе күдікті туралы, ондағы жаңағы дәлелдемелер туралы, тінтуге байланысты, айғаққа керек заттарды нақтылауға байланысты, орнын нақтылауға байланысты жаңағы әртүрлі шаралар осы келісім арқылы жүргізіледі. Сенатта парламентаризм институтымен бірлесе отырып, парламент жұмысындағы цифрландыру тақырыбында семинар өтті. Жиында Сенаттың жобалау кеңсесі ұйымдастырды. Мемлекет басшысы халыққа жолдауында қазіргі Қазақстандық қоғамдағы жасанды интеллект технологияларын қолданудың маңыздылығын атап өткен еді. Президенттің бұл бастамасы заң шығару процесін жетілдіру жөніндегі өзекті міндеттерде көрініс тауып келеді. Жиын барысында жасанды интеллект саласындағы жаңа технологияларды қолдануға маманданған және еуропалық парламенттерді цифрландырудағы жетекші ұйым саналатын Hellenic OCR Team компаниясының сарапшылары Fotis Fitzilis, Sotiris Leventis, George Micro сөз сөйледі. Бұл ұйым парламенттердің өзара іс-қимылының халықаралық желісімен тығыз байланысты және Еуропаның барлық парламентімен өзара әрекет етеді. Егемендік жылдарында 3000-нан астам заңдарға тәуелді ондаған мың актілер қабылдаппыз. Осындай үлкен заңнамалық база болған соң, онда кемшіліктер де бар, қарама қайшылықтар да, керек емес қайталау да аз емес. Соның бәрі қоғамға, адамдарға, тіпті заң шығарушыларға да қиындық туғызып отыр. Осыны тәртіпке келтіру керек.
Ынтымақтастық аясында ашық парламенттік деректерді ілгерілету мен зерттеу, парламенттік және үкіметтік жүйелер үшін электрондық құралдар мен қызметтерді әзірлеу қамтылады. Семинарға парламент депутаттары, екі палатаның аппарат қызметкерлері, әділет, цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрліктері мен басқа да мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Президенттің іс басқармасының жанындағы парламентаризм институты бүгін парламенттің қызметін цифрландыруға байланысты үлкен семинар өткізіп жатыр. Бұл семинарды парламенттің мәжілісі, парламенттің сенаты, цифрландыру министрлігі, әділет министрлігі, сарапшылар қолдап отыр. Орта және шағын кәсіп экономикалық дамудың негізгі тіректерінің бірі. Бұл туралы мемлекет басшысы да жиі айтады. Осы орайда Сенаттың конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің депутаттары Қарағанды облысында көшпелі отырыс өткізді. Жиында бизнес өкілдерінің құқығын қорғау және мемлекеттік органдар тарапынан кәсіпкерге қысым жасауға жол бермеу мәселелері талқыланды. Комитет төрағасы Нұрлан Бекназаров өз сөзінде мемлекет басшысы бизнеске қатысты бақылау, қадағалау және тергеу әрекеттерін заңсыз жүргізуге жол бермеуді қамтамасыз ету мәселелеріне ерекше назар аударып отырғанын атап өтті. Отырысқа облыстың полиция және экономикалық тергеу департаменттерінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің басшылығы, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл, сондай-ақ бизнес және сарапшылар қауымдастығының өкілдері де қатысты. Алдағы уақытта енді осы мынау көшпелі комитеттің отырысының жинақталған құжаттарменен біздің кәсіпкерлердің қойған сауалдары менен талаптары, ұсыныстары негізінде біз ары қарай жұмыс жалғастыратын боламыз және ол өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын. Кәсіпкерлікті қолдау, олардың құқықтарын қорғау мәселесінде қажет болған жағдайларда заңнамалықта өзгерістер талап етіп жатса, оны да парламент сенаты әр уақытта қолдау көрсететініне нық сеніммен айта аламыз. Су мәселесі жыл өткен сайын өзекті болып барады. Мұны мемлекет басшысы өзінің жолдауында ерекше атап өткені белгілі. Осы орайда елімізде арнайы министрлікте құрылды. Өз кезегінде салаға қатысты мәселені Сенат депутаты Бауыржан Қаниев те көтерген болатын. Проблема көкжиде кен орнында болып тұр. Бұл ерекше қорғалатын аймақтағы су қоры батыс өңірдегі 2,5 миллион адамды ауыз сумен қамтамасыз етуге қабілетті. Алайда депутат қазір мұнай компаниялары бұл суды ластап жатқанын айтады. Мәселені депутаттың өзінен сұрап білсек, қазір сенатор бізбен байланыста. Құрметті Бауыржан Нұралыұлы, жағдайды өзіңіз баяндап берсеңіз. Саламатсыз, мұнайда бүгін біздің бірқатар депутаттар батыс өңірінің әсіресе осы мәселесін көтергенбіз. Депутаттық сауалда бұл үлкен өзекті бір мәселе болып тұр. Себебі осы батыс өңірінде көкжиде деген су, жер астындағы қойма суы бар. Ол енді былай айтқанда батыстың 4 регионы халқына жететіндей жағдай бар. Былай санап келетін болсақ, осы регионда 2,5 миллиондай халық тұрады екен. Мысалы, осы су мәселесі 40 жылда бейрек жолдауында біздің мемлекет басшысы өзі тоқталып өтті. Бұл өте үлкен мәселе деп. Сондықтан 40 жылы Қазақстанда 12-15 миллиардқа дейін суға біз соған неге келеміз. Сондықтан да біз қазір көтерген мәселе бұл айтқан орынды деп ойлаймыз. Себебі мен сол ауданда 8 жылда әкім болдым. Осы мәселені 8 жылда көтердім, бірақ ол кезде бұл мәселе шешім тапқан жоқ. Осы мәселені шешу үшін үкімет басшысына қандай ұсыныс жолдадыңыз? Біз ұсыныс бердік, ана біріншіде үлкен комиссия тағайындап сол тексеру керек. Тексеріп шешіміміз керек. Осы себебі көкжиден су қаяқ кетіп жатыр. Ол қайттан соны вакуум неге жердің астына қайттан айдап жатыр ма, соны зерттеуіміз керек. Себебі CNP актив мұнай газ ол 2019 жылы рұқсат оған дейін сол көкжиде суын пайдаланып қаяққа жіберді. Сол мәселе тұр. Сондықтан біз сұрағанбыз комиссия құрып, сол тексеру. Екіншіде осы 2025 жылға дейін кезең-кезегімен бір бағдарлама құрып, сол мұнай мекемелерін бір қалыпқа келтіру керек. Премьер-министр қойған, Смайылов мырза қойған неміз, бір біз мұнай мекемелерін жабу емес, біз келешек біз ұрпаққа суды алып қалу мәселесін қойып отырмыз.
Сенаттың қызметі туралы өзге де жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Осымен тізгінді тарттық. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.